Ал кеттік балалар, біз бүгін математика сабағын бастаймыз. Бізде бүгін берілген ол 105-ші сабақ. Бізде бірінші тапсырмада берілгені. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрлардың көмегімен барлық екі таңбалы сандарды жаз дейді. Біз бірінші тапсырма деп жазып аламыз. Осылай 4 бағанға жаңағы айтылғандай 5, 3, 1, 7 цифрларын қолданып 12 таңбалы санды жазып шығамыз. Яғни екі таңбалы сандардан 12 таңбалы санды жазып шығамыз. Дәл осылай етіп 4 бағанға бөліп жазып шығыңыздар. Бізде келесі тапсырма, ол екінші тапсырма. Бұл тапсырмада бізге есепті шығар. Қолданған формулаңды жаз дейді. Ауданы 5 алқаптан жиналған қызанақтың түсімділігі 140 центнер гектар. Ал ауданы 7 гектар алқаптан 120 центнер гектар болды. 2 алқаптан барлығы неше центнер қызанақ жиналды деп тұр. Енді біз ауданын S1 тең 5 гектар деп жазып аламыз. Түсімділікті M1 мен белгілеп 140 центнер гектар деп аламыз. Екіншісі S2 ауданы 7 гектар деп аламыз. M2-ні 120 центнер гектар деп жазамыз да. Бізге барлық осы бүкіл түсімділікті табуымыз керек. Оны M1 мен, яғни M2-ні табуымыз керек. Шешу деп жазып аламыз. Дәл осылай етіп M1 мен біз M2-ні тауып алдық. Енді M тең дейміз да, M1 қосу M2 дейміз. Жаңағы 700 шыққан 700 центнер мен 840 центнерді қосып, осылай жауабын жазып аламыз. Бізде яғни барлығы 1540 центнер қызанақ жиналыпты. Ал енді бізде үшінші тапсырма берілген. Үшінші тапсырмада текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бағытта бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшесінің жазбасына қарап, сұрақ белгісімен қандай жеміс жасылған анықта дейді. Ал кеттік анықтайық. Бізде ол біріншісі алма, екіншісі алмұрт, үшіншісі апельсин екен. Енді бізде төртінші тапсырма берілген. Төртінші тапсырмада есепті теңдеу құрып шығар дейді. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы 4 метр секунд, ал екіншінің жылдамдығы 2 метр секунд. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың қашықтығы 80 метр болды дейді. Енді біз теңдеу құрып аламыз. Дәл осылай. Яғни біз V1, V2, S бізде белгілі болып тұр, е? Дәл осылай етіп метр секундтармен жазып аламыз. Бізде Т белгісіз болып тұр. Енді біз Т-ны табамыз, шешуі деп жазып аламыз. X қып аламыз да, X минус Т болсын бізде. Ал енді дәл осылай етіп жазып аламыз. В қашықтық дейміз, тең V1 азайту V2 тең 4 минус 2 деп жазып аламыз. S тең V қашықтық көбейту 4 тең, жақшаны ашамыз, 4 азайту 2, жақшаны жауып көбейту X деп, дәл осылай X амалын орындаймыз. Бізде яғни жауабы X тең 40 секунд болды, яғни жауабы деп жазып алып, 40 секундтан кейін желаяқ спортшылардың арақтық қашықтығы 80 метр болды. Дәл осылай етіп, дәптерлерімізге қатесіз көшіріп жазып аламыз. Кеттік, бізде 5-ші тапсырма. Графикте жеңіл машиненің жылдамдығы 100 км сағат көрсетілген. V тең 60 км сағат, V2 тең 100 км сағат, Т тең 2 сағат, S бізде белгісіздік. Біз шешуін тауып аламыз. V қашықтық деп жазып алып, V2-ден V1-ді азайтамыз. Сонда бізде 40 км сағат шықты. S тең деп жазып алып, V қашықтықты, яғни 40-ты 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 80 шықты. Біз 80 км деп жазып аламыз. Сонда бізде жауабы 2 сағаттан кейін олар бір-бірімен 80 км арақашықта болған екен. Балалар осылай қатесі жазып аламыз.